Достар, бүгін біз пирог снекерс дайындайтын боламыз. Бізге оған қажетті заттар жұмыртқа, жылы сары май, қант керек болады. Оны біз үшеуін жақсылап араластырамыз. Және де біз екінші ыдысымызға какао, ұн және де қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді осы екі массамызды біріктіру керек. Осы екі массамызды біріктіріп, біз жұмсақ қамыр илеп шығаруымыз керек. Бір бөлігін салдық, енді екінші бөлігін салып, жақсылап қасықпен немесе венчикпен араластырып, жұмсақ қамыр илеп шығаруымыз керек. Осылай араластырамыз. Осында бізде жұмсақ қамыр шығады. Осыны біз екіге бөліп, үлкен бөлігін астына жайып аламыз, кішкентай бөлігін бортик жасаймыз. Және осы холодильникке, салқын жерге қоямыз. Бұның енді салмасын дайындайтын боламыз. Вареный сгущенкаға арахисімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осыны біз бір келкі етіп, тегістеп жайып шығамыз. Осылай тегістеп, жайлап жағып шығамыз. Міне осындай болады. Осыны енді біз 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирог дайын болды. Осыны біз толық решеткада суытып аламыз. Біз енді үстіне құятын шоколад және арахисын араластырып, және де сары майымыз бар. Сары май мен шоколадты микроволновкаға жылытып, оның үстіне арахис қостық. Осыны холодильниктен шыққан пирогымыздың үстіне тегістеп жаямыз. Әдемілеп, барлық жеріне жеткізіп, осылай бір келкі етіп жағып аламыз. Және де осы пирогымызды біз холодильникке 2-3 сағатқа салқындатып алуымыз керек. Достар, мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Ас болсын.